Сәлем достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып зәр шығару жүйесіндегі жеке бүйрек туралы ақпарат айтатын боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Бүйрек бұл жұп мүше, 12-ші кеуде, 2-ші бел омыртқа тұсында орналасқан. Іш перденің сыртынан оң жақтағы бүйрек сәл төменірек орналасқан. Жалпы атқаратын қызметі зәрді сүзеді, сыртқа шығарып, қан қысымын тұрақтайтын ренин ферментін бөледі. Бүйректі ұзыннан кескенде ол екі қабаттан тұрады, яғни фотода да көрсетілгендей іші милы қабаты және де қыртысты қабаты болып. Милы қабаты, яғни пирамида тәріздес, ішінде нефрон құрылысы зәр сүзеді. Нефрон дегеніміз не? Нефрон сүзілген зәрді бүртік кіші тостаған, сосын несебағырға жалғастырады. Нефрон құрылысы зәрді сүзу барысында негізгі 5 бөліктен тұрады. Ол шумилянский денесі, бастапқы түтік, соңғы түтік, генли түтігі мен жинақтағыш түтік. Яғни біз осы тұста бүйректің ішкі құрылысын айтып жатырмыз. Соның бірі бағанағы шумилянский денесі. Ол екі қабат куб кілей тұрады және де арасында нефрон бостығы орналасады. Жалпы осының қызметіне тоқталатын болсақ, ол әрбір біздің ішімізде қан айналған сайын 5 минут сайын бізде 5 миллиметр қан сүзіліп отырады да, соның әсерінен біздің несебағыр арқылы қуыққа 1-2 тамшыдан зәр қалып отырады. Осының барысында тәулігіне 1,5-2 литр зәр бөлінеді. Бұл процесті бірінші фильтрация деп атаймыз. Одан кейін қазіргі сүзілу барысын реабсорбция деп атаймыз. Ренин ферменті туралы 1-2 ақпарат беріп кетейін. Ол бүйректің арнайы жасушалары арқылы қанға шығарылатын фермент. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.